Мектеп башчылары бас қосты. Бұл жиынға мұрындық болып отырған серіктес директорлар лигасының кезекті жиыны. Осыдан бір жыл бұрын облыстық білім басқармасының бастамасымен құрылған серіктес директорлар лигасы бүгінге дейін бірнеше шаруаның шашасын шығармай көптеген ілкімді істі жемісті жүзеге асырды. Міне кезекті бас қосу, орамды ойлар ортаға салынар шарада жаңа кітаптың тұсауы кесілді. Атауы теория, тәжірибе, іс-әрекет, жаңа көзқарастар алаңы. Кезекті жиынға білім саласының ардагерлері арнайы шақыртылған. Олармен қазіргі күнде мектеп басқарып отырған азаматтардың арасында өмірлік және қызметтік тәжірибе алмасу процесін парықтау негізгі мақсат. Күнде 10 шақты пойыз келеді, одан адамдар түседі, біреуі кіреткі көйлек, біреуі басқа көйлек, біреуі шашындырды, біреуі темекі шегеді, біреуі бір нәрсе. Сол біз жаңағы бір мұрнымыздан кіріп, бір мұрнымыздан шақыратын балдармыз. 8-9 жасар осындай болса, мынандай көйлек кисем, енді мынандай болсам деген арманға образдар болды. Сосын ойладым, мен осылардай болу үшін мен Москва оқуым керек. Ол кезде мен оның деңгейім жетер ме, жетпей ме, бірақ арман, талап соған итермеледі. Москваға бардым, оқуға түстім, келіп, ішінде енді есі бар, қазақша, орысша мен шағылау, 3 қоямызға, 4 қоямызға деп отырған уақыттар болды, сондай үшін облыстан бәрінен өттім. Содан ауылға келіп, августтың 15-іне ма, 20-сына ма Москваға баруым керек. Мен бұны мақтанышпен айтып отқан жоқ, сіздерге де баланы тәрбиелегенде оның арманын, оның мақсатын білу керек деп айтып отқаным. Мұндай басқосу алдағы уақытта да өткізілетін болады. Сол арқылы мектептерге арнайы бөліп берілген бағыттар бойынша жүзеге асып жатқан жобалардың жемістілігі зерделенеді. Айта кету керек, елімізде алғаш болып ашылған директорлар лигасы қаланың әр аймағындағы мектеп басшыларының тағы да бір тұлғалық дамуларына динамика берді. Нұрдәулет Қалабеков, Берік Бәйімбетов, Серікбол Желдербаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.